Кел, отыр. Қандай жолың бар, көрсет. Сәлеметсіз бе? Мен бүгін қорғамақшы болып әкеліп тұрған дүнием бұл смарт очки. Міне мынау. Бұл очкидің қандай кереметі бар сонда? Бұл очкидің кереметі адам көзіне таққан кезде тек көз көру жағы жақсармайды. Бұл очкидің көмегімен адам адаспайды. Міне мынау құлаққа тағатын жерінде кішкентай чип бар. Сол очкидің арқасында адамның баратын жері картасы шығады. Ал мына жағындағы чиптің арқасында бинокль секілді жақындатып көру функциясы қосылады. Бұл очкидің 1-3 нәрсесін алмастырады. Біріншіден, бұл очкидің көз көру жағы жақсартуы әлде қайда жақсы. Екіншіден, қаланың ішінде адаспайсың. Өйткені чип арқылы орнатылған картасы бар және үшіншіден бинокльдің қызметін атқарады. Қалай сізге бұндай очки? Бұл идея саған қайдан келді? Сәлеметсіз. Қай жерде? Бобровка көшесі? Әне, көріп тұрсыз ба? Жарайды, рахмет. Осындай адамды кездестірген соң осындай идея ойыма келді. Бір жағынан картасы бар. Және алыстатып жақындататын функциясы бар. Идея жаман емес бұлай. Бірақ бұның жүзеге асу үшін қандай қаражат керек, қанша қаражат керек? Менің ойымша кем дегенде 10 миллиондай қараша керек. Жоқ, бұл үлкен ақша өте. Мен сіздің жобаңызды мақұлдай алмаймын. Өзіңізде болсын, ертең келесіде тағы қарастыра жатармыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Кел, отыр. Қандай жоба дайындап келдің? Рахмет. Мен бұл жерге сенсорлық телефонның жобасын алып келдім. Сенсорлық телефон дейсің ба? Бұл қалай сонда? Мен ұсынып отырған жоба міне мынандай. Мен ойымша мына біз ұстап жүрген кнопкалық телефондардың дәуірі бітіп, олардың ойына осындай сенсорлық телефондар пайда болады. Мысал, біз біреуге звондағымыз келсе, онда біз кнопка арқылы емес, керісінше саусақ ұштары арқылы теретін боламыз. Не дейді? Бұл сенің айтып отырған утопия ғой. Қалай сонда адам саусақ арқылы экран тере алады? Жалпы бұл ой саған қайдан келіп жүр? Осылайша теп-тегіс судың беті маған сенсорлық телефонды ойлап табуға ой салып жіберді. Солай ма? Бұл сенсор адамның саусағы тиюі арқылы реакция береді. Сенің жобаң маған мүлдем ұнап тұрған жоқ. Сенсорлық экранды телефонға орнату ол мүлдем мүмкін емес. Егер бұл мүмкін болған жағдайдың күннің өзінде 100-200 жылдан кейін ғана. Ал қазір сенің айтып отырған утопия. Сондықтан мен сенің жобаңды мақұлдай алмаймын. Сау бол. Ағай, бұл сенсорды әлі ешкім телефонға ойнатқан жоқ. Егер біз бірінші болып ойнатсақ, онда біздің ел түгел әлемге әйгілі болады. Сен өзі қиялшыл бала екенсің. Сенсорлы телефон деген болмайды ғой. Сондықтан келесін шақыр. Сенсорлық телефон деймін. Адамның күлкісін келтіреді осы балаларды. Мүмкін емес ол. Ал отыр. Сен қандай жобалық келдің, айта бер.
ансайк. Менің жобам пультпен басқарылатын дрон. Дрон? Ол не так? Бұл вертолеттің базасында ойлап табылған дүние. Міне, мына 3 бұрышында 3 айналып тұрған қалқаншалары бар. Осылардың арқасында аспанда оңай тұрады. Мына пульттің арқасында басқарылады. Былай айтқанда өзі ұшады. Ішінде моторы бар кішкентай. Бұл дронға видео орнатып, аспаннан видео түсірілім жасауға болады. Менің ойымша, болашаққа осындай көптеген дрондардың арқасында кино түсіруге болады. Сонда бұл сен айтып отырған дронның ешқандай пилот керек жоқ па? Иә, бұған пилоттың керегі жоқ, размері де кішкентай. Бұндай жобаны сіз мақұлдасаңыз, көптеген миллиондаған ақша үнемделеді. Және де біздің елдің артынан экспортқа да шығаруға болады. Бұл дронның болашағы зор болмақ болашақта. Жақсы. Бұл идеяны саған кім айтты сонда? Бұл идеяны өзім ойлап таптым. Сонда бұл жобаны іске асыру үшін қанша ақша керек? Бір дрон шамамен 15 миллион теңгені талап етеді. Жоқ. Бұл өте қымбат. Мен бұл жобаны мақұлдай алмаймын. Сау болыңыз сондықтан. Сіз қазір мақұлдамасаңыз басқа елдер алып кетеді. Жоқ, мен мақұлдамаймын. Болашақта керек болады деген дүниелердің ішіне де кіргізе алмаймын. Вертолет, самолет барған кезде дронның не керегі бар? Кино түсіретіндер самолетпен де вертолетпен де түсіре бермей ме? Сондықтан сау бол. Есік жабық. Сау болыңыз. Вертолетпен дрон. Сәйкес келмейді. Жоқ. Ал кір. Айта бер қандай жоба алып келдің. Отыр кел. Ал. Менің көрсетейін деп отырған жобам ол ақылды сағат. Өзім осы сағаттың концепциясына 2 жыл, ал ішкі микросхемаларына тағы да 2 жыл жұмсадым. Қазір бұл сағат толықтай дайын. Тек заводқа апарып шығару ғана қалды. Және де қаражат керек. Сонда не ерекшелігі бар бұл сағаттың? Бұл сағат аты айтып отырғандай ақылды сағат. Тек уақытты көрсете қоймайды, сонымен қатар адамның әр қадамын санайды. Мысалы, күніне қанша қадам жасағанды осы сағаттың көмегімен көріп отыруға болады. Сонымен қатар мына қолдың тамырлары арқылы жүрек қағысын санап отырады. Егер баяу немесе қатты соғып кетсе, экранда белгісі шығып тұрады. Бұндай сағаттың жобасын жасап шығаруға не түрткі болды? Маме, ақшамды ұмытып кеттім, алып берші. Тоқташ, саған не болған? Түрің бұзылып кетіпті ғой, бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, ат жүгіргеннен шығар. Жүр, мен сенің қан қысымыңды өлшейін. Бір жерің ауырып тұрған сияқты. Мам, бол, жарайды, мен ашылып жатырмын. Сағат неше болды? Мам, мен кеттім. Кешігіп жатырмын. Осыны бәрін көріп, ойыма сағат пен тонометрді неге біріктіріп жасамасқа деген идея келді. Жақсы ой екен. Егер бұның бәрі шындыққа жанасатын болса, бір жақсы дүние болатын ойы бар. Қанша қаражат керек бұған? Негізі бұл сағаттың әлемде аналогы жоқ. Мен ең бірінші болып іске қосып отырмын. Егер ақша табылып іске қосамыз десе, әлемдік масштабта сенсация жасайын деп тұр. Қаражатқа келетін болсақ, кем дегенде 10 миллиондай ақша керек. 10 миллион? Идея жақсы болғанымен сенсация болады дегенге күмәнім бар. Мен бұл жобаны өткізе алмаймын. Осымен доғарайық, Жақсы, сау бол. Сау болыңыз. Ха, 10 миллион. Жоқ.
Ал кір. Сенің жобаң миға қонымды шығар. Жаңа ғана сенің алдында кеткен балалардың айтқаны мүлдем түсініксіз. Басымды айналдырып жіберді. Айта ғой. Ағай, менің әкеліп отырған жобамның атын флешка деп атадым. Міне мынандай. Флешка де. Иә. Онымен не істейді? Адам баласына қандай пайдасы бар? Бұл флешкалар қазіргі қолданып жүрген дискеталарды ауыстыру керек. Біріншіден, мөлшер жағынан өте кішкентай, екіншіден, сыйымдылығы жағынан көп информация сыяды. Кино, музыка дегендерді көп жазып алып жүре беруге болады. Дискетаның сыйымдылығы 700 мегабайт болса, бұл флешканың сыйымдылығы 20 гигабайтқа дейін барады. Иә. Дискеталардың сыйымдылығы шынымен өте аз. Дискеталардың сыйымдылығы аздығынан өзімде зардап шегіп жүрмін. Күн сайын 5-6 дискета тасып жүремін өзіммен бірге. Осындай ыңғайсыздықтан кейін осы флешканың жобасы ойыма келді. Сонда бұл флешка ненің көмегімен жұмыс жасайды? Қалай кішкентай нәрсеге сонша ақпаратты сыйдыруға болады? Сол жайлы нақтырақ айтып берші. Бұл флешканы жасау барысында ішіне микроконтроллер орнаттым. Одан бөлек ішіне микросхема жасап шығардым. Одан бөлек және де флеш атышы бар. Ішінде кварцтық резонанстар бар және де светодиодты қосып отыр. Осындай құрылғы ойлап таптым. Бірақ ең бастысы ішінде матрица жүйесі бар. Тоқта. Осы жерден тоқтата тұр. Сенің айтып жатқан сөзіңнің бірде-бір таныс емес пе? Сен одан да бұл жобаға қанша қаражат сұрап отырсың? Соны айтшы. Бастапқыда 5 миллион деп отырмын. Бұлай негізі ойың жақсы екен. Барлық дискетадағы ақпаратты бір флешкаға сыйдыру. Менің өзімде күніне 10 дискетаға тасимын. Негізі осындай құрылғы ойлап табылса жақсы болар еді. Бірақ қазір саған айтарым, сұрап отырған ақша өте көп. Сондықтан мен бұны қабылдай алмаймын. Егер қазір мақұлданбаса, бізден бұрын басқа елдер шығарып кетуі мүмкін. Түсінем, бірақ ешқандай көмек бере алмаймын саған. Сондықтан сау бол. Сау болыңыз. Қалай, өтті ме жобаң? Жоқ, өтпеді. Сұрап отырған ақшам өте көп деп мақұлдамай тастады. Маған да солай айтты. Бәрімізге де солай айтқан болып тұр ғой. Енді не істейміз? Біздің жобаларымыз өте перспективалық жобалар деп ойлаймын. Бізге осы жобаларды іске асырмасақ, басқа елдің өнертапқыштары емделіп алуы мүмкін. Менің де қорқатыным сол. Әлі әлемде бізді ұсынған құрылғылар пайда бола қойған жоқ. Біздің бірінші болып әлемге көрсетуіміз керек. Біздің жобаларымыз түгел әлемге пайда істейтін жоба. Егер осы жобалар мысалы Apple немесе Microsoft компаниялар білетін болса, бізге өздері звондап шақыруы мүмкін. Сонда сіздің ойыңызша біз жобаларымызды сол компанияларға өткізуіміз керекпіз бе? Иә. Бірақ біз ол компанияларға оны өткізсек, олар өзіне алып алады ғой. Қазақ елінде ештеңе қалмайды. Негізгі барлығымыздың да ойымыз сол. Өзің көрдің ғой, біздің елде ондай проектлерді іске асыратын ақша жоқ. Және де осы проектлерді түсінетін профессорлар да жоқ. Иә, жаңаға профессор, біздің жобаларымызды қиялшылардың жобасы. Бұндай проекттер ешқашан іске аспайды дейді. Бір сөзбен айтқанда бұндай болуы мүмкін екеніне сенбейді. Енді не істейміз? Бізге қалай да болсын жобаларымыз түсінетін және де ақшасы бар компанияларға өткізуіміз керек. Біз бұлай жасайық. Осы бесеуміз бірігіп ақшқа батын ақша жинайық. Мен ойымша сол елде біздің жобаларымызды түсінетініне көзім жетіп тұр. Ақша табудың не қажеті бар? Ата-аналарымыздан сұрауға болмай ма? Олар да бізбен ақшқа баратын болсақ елесіп барады. Оның дұрыс. Бірақ басты проблема ата-анамыздың бізге сенбей отырғаны ғой. Ата-анамыз және профессорлар сияқты біздің жобаларымыз утопия деп отырған жоқ па? Сондықтан бізді ақшқа жіберуге рұқсат бермейді.
Иә, барлығымыздың да ата-анамыз солай деп жатыр. Мен Нұрсұлтан айтқанына келісемін. Бізге өзімізге ақшқа баруға ақша тауып қоюымыз керек. Ал қолымызда ақшамыз болса, ата-анамыз рұқсатын берер. Мен де бұл ойларыңмен келісемін. Егер қолымызда ақша болса, олар рұқсат береді. Бірақ ақшаны қайдан аламыз? Кімде қандай ой бар? Қазір енді ақша таудың жалғыз амалы базарда тұрып, ұсақ-түйек товарларды сату керек. Біз ұсақ-түйек затпен ақшаға баратын ақша жинай алмаймыз. Мүмкін жинауымыз да мүмкін. Ол үшін кем дегенде 1-2 жыл жұмыс істеуіміз керек. Содан кейін бізге базарда тұрып товар сатуға ешкімде рұқсат бермейді. Ой, бұл ой сәтсіз, бізге басқа идея керек. Мүмкін камерамен күлкілі ұялашқа ұқсайтын видеороликтер түсіріп көреміз. Оны не істейсің сосын, ол кімге керек? Телевидениеге сатамыз. Телевидение өздері түседі ғой, және олар шеттен ешкімді алмайды. Негізгі ой жақсы екен. Ондай видео түсіру үшін арнайы бесплатный канал болса жақсы ғой. Каналға видеоны жүктеп қоясың да, адамдар видеоны қарайды. Сол каналдың иесіне ақша аударылып отырады ғой. Сен не айтпеттің? Бұндай бесплатный каналдарды кім ойлап табады? Ондай каналдарды ойлап тапқан мен кімге керек ол? Бұндай бесплатный каналдар ешқашан болмайды. Өйткені ондай каналдар адамдарға керек емес. Менің де ойым сондай, ондай видео каналда салатын канал шықпайды. Бірақ сенің видео түсіру ойына ойланып көрдім. Мүмкін бір рет түсіріп апарып көрейік. Я, неміз кетеді. Бір ролик түсіріп апарып көрейік. Мүмкін алып қалар. Егер біреуін алса, кейін көптеп түсіретін боламыз. Жақсы, ол үшін бізге камера керек. Және видеоның атын қалай атаймыз? Күлкілі роликтер деп атайық. Мен ойыма мынандай бір сөз келіп тұр, Вайн деген. Не деген сөз ол? Білмеймін, Вайн деп атай салайық. Мүмкін болашақта бұл сөз популярный болып кететін шығар. Ал білмеймін, Вайн деген сөз бір танымал болып, түгел Вайн түсіріп кетпейтін шығар. Кім білген? Олайда болып кетуі мүмкін, маған Вайн деген сөз ұнапты. Өзі қысқа және жақсы естіледі екен. Түсірсек бір Вайн. Мүмкін орталық телевидениеге алып қалар. Онда мен барып камераны алып келейін, ал сендер сөздерімді дайындай беріңдер. Сценарий дайын ба? Камера дайын. Ал жақсы видео шыққан сияқты. Енді монтаждап телевидениеге апарып көрсетейік. Кеттік, тұрмайық. Кет. Мен бұлай болатын келе жатқанда сезгем. Олардың өздерінің актерлары бар. Енді не істейміз? Кімде қандай ой бар? Менде бір идея бар. Біз ТВ бингодан джекпот ұтып алуымыз керекпіз. Басқа амал жоқ. Иә, жақсы екен. Кімде қанша ақша бар? Көп билет алайық. Қаншалықты көп билет болса, ұтысты мүмкіндігі соншалықты көп болады. Менде қалтам 70 теңге, ол бір билетке жетеді. Менде 200 теңге бар. Бір билет қанша тұрады? Бір билет 60 теңге тұрады. Біз кем дегенде 10 билет аламыз. Әне дүңгіршектір, кетік содан бар болайық. Кешегі бинго билеттерден ештеңке шықпады ғой. Тым болмасын жұбаныш сыйлығы да шықпады. Біздің ақшқа барып, армандарымыздың жолы жабылды деуге болады. Мен осы бинго билеттерінен үлкен үміт күтіп едім. Қап. Жақсы, еңсемізді түсірмек. Әлі талай конкурстар болады, сол жерде өзіміздің жобаларымызды көрсетеміз. Менде бір ой бар. Бізге бір идея алып, сол идеямен кешегі барған профессорға бару керек. Ол кісі естеріңдер ме? Болашақтың технологияларына сенбейді. Оған қазіргі пайдаланатын және де арзан жобалар керек. Сондай жоба болса, ол ақша бөлуге дайын. Бұл жақсы идея екен. Сенің айтқың келгені бізге бір идея тауып, сол идеяны іске асыру үшін сол кісіге ақша алып, және сол ақшамен ақшқа ұшып кетуіміз керек қой, иә? Менің түсінгенім бойынша солай ма? Бірақ бұл қылмыс болып табылмай ма? Біз өз идеямызды іске асыру үшін ақша алып, және сол ақшаға ақшқа ұшып кетеміз.
Ал профессорға сонда не айтамыз? Уайымдайтын ештеңе жоқ сияқты. Біз ақш-қа ұшып барып келеміз. Жобаларымызды мықты деген компанияларға көрсетеміз. Мен сеніп тұрмын, біздің жобаларымыз ақшта қолдаусыз қалмайды. Өзіміздің елімізге мақұлданған жобалармен және де ақшамен келеміз. Және сол ақшадан профессордан алған ақшаны қайтарып береміз демекшісің ғой. Идеяң жақсы. Ендеше кірісейік, қандай жоба алып барсақ болады екен ол кісіге? Не болса да болашақпен байланысты болмау керек. Екіншіден 2 миллион теңгеден аспау керек. Ол кісі болашақтың технологияларына сенбейді. Мүмкін сағаттың жобасын жасармыз. Сағат тек уақытты көрсетпейді. Сонымен қатар ауа райында көрсетіп тұрады. Ойын жақсы, бірақ бізге механика, электроникадан алыстау бірдеңке ойлап тапқан дұрыс болатын сияқты. Ол кісі тағы да электрониканы түсінбей қайтарып жіберуі мүмкін. Менде бір идея бар. Қазақтардың ең жақсы көретін тамағы ол ет. Неге бізге сиырларды тез өсіріп, семіртетін қоспа ойлап таппасқа? Жақсы, бірақ бұл жоба үлкен зерттеуді талап етеді. Бізге тез бірдеңе ойлап тапқанымыз жақсы. Маған бір жақсы ой келіпті. Мүмкін осындай кәдімгі ашатын ашық шөліп болармыз. Және оны профессорға апарып көрсетеміз. Болмақты идея екен. Жаңа официанттың крышканы ашып жатқанын мен де көргем. Бұндай құрылғы барлық жерде керек. Негізгі ой жақсы, бірақ оны бізден бұрын адамдар патенттап тастаған. Оға берсін, біздер басқа дизайнмен жасаймыз. Және батарея салып сөйлейтін етіп жасаймыз. Мәссаған, батарея салып сөйлейтін деген сөзім қатты ұнады. Және де әрбір крышканы ашқан кезде «О, шөлім қанатын болды» деген сөз болса, керемет болар еді. Менде айтқым келгені сол. Тек бір сөз емес, бірнеше сөз айтсын ба? Бастайық кеттік, мен гаражыма барайық. Сол жерде бірінші экземплярын жасап көрейік. Қазір осы атқыз башқаларды ұсынып көреміз. Осы жол біздің жолымыз ақылданды деген ойдамыз. Мен де солай ойлаймын. Және де бұл ақша жағынан арзан. Және де бұл жұмысқа керекті. Ақша жағын сұрап жатса не дейміз? 2 миллион десе қалай болады екен? Жетіп қоям екен? Иә, 2 миллионмен Америкаға ұшып атақты боламыз. Ja, дұрыс айтасыңдар. Егер біз Америкаға барып өзіміздің жобаларымызды көрсетсек, біздің жобаларымыз дұрыс сұранысқа ие болады. Кеттік. Қазақ балалары ақш-қа барып сенсациялық ашулар жасады. Apple компаниясы қазақ баласының сенсорлық телефон жобасына таңғалып жобаны $10 миллион сатып алып жатыр. Сонымен қатар ақылды сағат және смарт очки жобалары да үлкен қолдау тауып, үлкен көлемде инвестиция тартып отыр өздеріне. Ал тағы бір алпауыт компания Microsoft пилотсыз ұшатын дрон және дискетаны ауыстыратын флешка жобаларын мақұлдап, үлкен ақшаны қазақ балалары үшін қазір таңда тауып жатыр. Құрметті достар, осымен бүгінгі біздің жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі көріскенше.